Менің есімім Күнтубаева Дильмира боламын. 4 баланың анасымын. Мынау үлкенім. Одан кейінгі екінші ұлым, үшінші қызым, ең кенжем 8 айлық. Менің балаларымның әкесі сахар, давление, бүйрекпен учетта болған. Содан 2 жылдай болғанбыз ауырып жүргендеріне. Содан жүректен инфаркт алып, қазанның 11 күні қайтыс болды. 10 күн реанимацияда жатты. 10 күннен кейін қайтыс болып кетті. Жүректен инфаркт алып. Менің тұрып атқан жерім жалдамалы пәтер. Өзіміздің таныс адамымыздікі, бізге 20 мың төлеп тұрамыз, комуслугасымен 30 мыңға барады. Мен осы 4 баламен үйдем, әлі кішкентай, қызым кішкентай, жұмысқа шығып атқан жоқпын. Әкесінің орны ойсырап тұр. Ол бар кезде бұлай жәутенде бұлай болмас еді. Бірақ жүрдік қой. Квартирада да қанша жыл жүрдік, 12 жыл бірге өмір сүрдік қой. Квартирада жүрдік, бірақ бәрібір ер адамның аты ер адам ғой. Орны ойсырап тұр мен үшін, балаларым үшін де. Әкесіне Құран бағыштайды үлкен ұлым. Құран жаттады, Құран бағыштап отырамыз. Екінші ұлым айтады, мама, мен намаз оқысам, папам қайтып келе ма дейді. Түнде коридордың бәрі қап-қараңғы болады. Арақ ішетін алқаштар көп жүреді. Сабақтан кеш қайтады. Коридор қап-қараңғы, қорқынышты болып тұрады. Кешігіп қалсам, сол кезде уайымдайды. Рысқаланың бірінші үйден бастап осы қазірде көремін, 45-ші ма қаншасыншы үйге дейін. Соның бәрін көріп отыратын, көріп, кейбір кезде қолымда бар болса салатын, бәріне салдым деп айтамайым, бірақ салып отыратын. Сол кезде күйеуім екеуміз қызығып, қарап отыратын, біз осылай күшті деп ше. Бірақ дәл осы жағдайға мен бір өзім түсем деп ойламаппын, білмеймін. Қазір сол таңғалам өзіме, қалай өзім сол жағдайға түсіп қалдым екен деп. Балалардың, әйелдердің тағдырын көріп, солармен қосылып, жылап, күліп, сөйтіп отыратын, көз алдыма елестейді кейбір кезде, кухняда, столда отырған кезде, отырған орындары. Үйге мысалы Құран оқытуға адам шақырған кезде Құран оқу үшін отырған сияқты болып көз алдымда елестеп отырады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка набуду ва ияка настаин. Ихдина ас-сираtal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, осы оқылған фатиха ықылас сүрелерінен болған салатты пайғамбарымыз Мұхаммедке, пайғамбарларға, сахабаларға, әулие әмбелерге, шахидтерге, дүниеден өткен барша мұсылмандарға, өзінің дүниеден өткен Есенәлі ұлы Жасұлан әкеме бағыштадым. Ya Allah, ата-бабаларының рухтарын шат-шадыман етіп, осы оқылған Құранын нұрмен нұрландырып, қабір азабынан сақтап, жандарын жәннатта көр. Ya Allah, біздерді, ішімізді, халқымызды қайғы-қасіреттен, қорқу, зұлымдықтан, қауіптен, қастандықтан, дұшпандықтан, табиғи апаттардан, 11 атты, 101 атты пәледен сақтай көр. Дұға тілектерімізді қабыл етіп, екі дүниеде де нығметіне бөлей көр.